Сәлем қыздар, қалайсыздар? Мына балды торт, яғни медовик торт. Осы балды торт маған өте қатты ұнады. Мен бұдан алдын басқаша етіп істейтінмін, бірақ осы рецепт өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бір істегеннен мінсіз болып шығады. Қалай істелу жолын видеоның соңына дейін қараңыздар. Бірінші, маған видеоны қарамастан бұрын маған лайк басып, коммент жазып, және менің арнама тіркеле кетіңіздер. Міне қыздар, балды торттың қазір біз қамырын жасайтын боламыз. Алдымен керек заттардың барлығын осылай дайындап қоямыз. Ал ұнды електен өткізіліп, осылай ыдысқа салып аламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды осылай таза ыдысымызға жарып алатын боламыз. Жұмыртқамыз салып, үстіне шекерімізді саламыз. Барлық өлшемдердің барлығын видеоның описаниясына жазып қоятын боламын. Осылай сары майымызды саламыз. Оның үстіне осылай 2 қасық, үлкен қасықпен 2 қасық әсел саламыз. Менде таза әсел, басқа әселдерді сала берулеріңізге болады. Осылай газдың үстіне суды қойып, водяной банядан, яғни мынау салмамызды үстіне қойып, ішіне сары майымыз ерігенше араластырып отырамыз. Міне қыздар, осылай үнемі қозғап отырамыз. Мен негізі мына сары майымды онша ертпедім, кішкене қаттылау болып, сонда да қоса салдым. Негізі сіздер ертіп, кәдімгі содан кейін қоссаңыздар, сонда мына жерде тез ериді. Осы сары майымыз еріген соң біздің салмамыз дайын. Осылай біздің майымыз еріп болды. Енді үстіне ас содасына кішкене ғана уксустан құйып, азған салатын боламыз, үстіне құятын боламыз. Кішкене қамырымыз көпіршіп, реакция береді, сонда да араластырып тұрамыз. Содамызды құйғаннан кейін осылай көпіршіп, аппақ болады. Осыны тоқтаусыз қозғап тұрсақ, кішкене түсі қоңырқай сарғыштың болады. Сол уақытқа дейін сіздер араластырып отыруларыңыз керек. Осылай салмамыз сарғыштың болды. Бұдан да көп ұзақ ұстауға болады. Міне осылай қамырымыз біздің қоймалышын болу керек. Қатты онды көп салмаңыздар. Қатты қою болып кетсе де болмайды. Біз енді осыны кемінде жарты сағаттан 1-2 сағатқа дейін морозильникке қойып қоямыз. Мен қазір қамырымды морозильниктен алдым. Болады. Негізі мен ұзақ уақытқа қойған жоқпын, кішкене уақыт болған жоқ. Қамырымызды 9-10 бөлікке бөлеміз. Менде 10 бөлік шықты. Осылай пергамент қағазында жеке-жеке жайып аламыз. Шет-шетін кожа пісіп шыққан соң әдемі етіп алып тастаймыз артқы жерлерін. Коржымыз пісіп шыққан соң үстіне кез келген дөңгелек ыдысты, қалпақты, кез келген ыдысты, болмаса мен осындай форманы қолданамын. Ыстық кезінде шет-шетін кесіп алып аламыз. Және мына шет-шетіндегілері артық, ол біздің тортымыздың бетіне себуге әсемдік үшін қолданамыз. Міне біздің коржымыз дайын. Барлығын осылай пісіріп алдық. Жеке-жеке, және шет-шетіндегі қамырларды осылай ыдысқа салып қойдым. Бұны енді езу керек, үгітіп, торттың бетіне әсемдік үшін себеміз. Енді торттың крем дайындаймыз. Мен осындай сливке алдым, бірақ сіздер басқа сливке ала берулеріңізге де болады. Сахарный пудра, және мен крем жағып жатқан кезде арасына осындай малинаның тосабын, вареньесін салатын боламын. Креміміз кішкене қоюланған кезде үстіне сахарный пудраны осы уақытта салатын боламыз. Қатты шашырап кетпес үшін. Міне осылай біздің креміміз дайын болды. Енді жаға беруіңізге болады. Мен осылай тортты кольцода жинаймын. Сонда торттарыңыз бір текс әдемі болып шығады. Ортасына мен мынандай тосап
яғни малина повидласын саламын. Оған дейін мен шет-шетіне кремімізді құйып шығатын боламын. Осылай әр слойдың арасына ортасына таман варенье, повидла мен саламын. Сіздер салсаңыздар да болады, если салмай әшейін қалдырсаңыздар да болады. Өнімізді кассада жинап болдық. Енді осыны кемінде 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Негізі одан да көп 5-6 сағатқа қалдыруға болады. Сонда крем мен корж бір-біріне сіңіп әдемі болады. Міне 2 сағат өтті. Мен коржды алып холодильниктен қалған креммен жанын үстіне жағып кішкене тексеп алдым. Енді үстіне бағанағы коржның шет-шетінде қалған дарын осыны песочный етіп езіп алдым. Осыны қазір торттың бетіне сүйіп шығатын боламын. Міне тортым дайын, балды торт. Қараңыздаршы, қандай әдемі шықты менің балды тортым. Арасында малина тосабы қосылған. Сіздер де істеп көріңіздер. Және менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, коммент жазып қойыңыз.